Flutterде приложение жасаған кезде қолданылатын топ библиотекалар туралы айтамын қазір. Бұлардың бәрі почти кез келген жоба істеген кезде керек болады. Біріншісі EgoTable деп аталады. Бұның негізгі қызметі екі объектіні салыстыру. Мысалға біз Dart'та тек осындай объект жасайтын болсақ мысалға, және бізде осындай объект бар. Осы екі объектіні мынаған тең ба деп салыстыру үшін бізге мынадай әртүрлі кодтар және осындай хэш кодтар қоюға тура келеді. Бұны қолдану әрине өте ыңғайсыз. Сондықтан біз мынада EgoTable'ды қосамыз, қандай значение бойынша объект уникалды немесе уникалды емес, соны анықтау үшін мына жерден айнымалыны бекітеміз. Сол кезде біз осылай салыстыруымызға болады. Бұл енді өте қарапайым, әртүрлі блокта ивент жіберген кезде немесе әртүрлі сондай керек жерлерді пайдалануға болады. Мен көп қолданамын. Одан кейін блок деген библиотека. Google'дың әртүрлі өзінің ұсынған блок деп аталатын сондай архитектурный шешімі бар. Оны енді стрим арқылы жеке былай ойластыруға болады. Дегенмен оны олай істеу өте ыңғайсыз, сондықтан біз блок деген библиотеканы қолданамыз. Бұл енді өте танымал библиотека, бұны жасалып жатқаны біраз болды және әртүрлі версиялар шығады. Қазіргі кезде мысалы 8-ші версиясы актуалды. Алдағы уақытта одан да басқа түрлері шығады. Әртүрлі стейт жібереді, стейтті өзгертуге болады, немесе ивент жіберуге болады. Ивент жіберген кезде как раз жаңағы EgoTable керек болады, себебі бірнеше рет жіберіліп кетуі мүмкін бір ивент. Сондай кезде қолдануға болады. Бұл өте ыңғайлы. Соның басқа да түрлері бар. Flutter блок деген, яғни бізге керек Flutter блок негізінде. Flutter блок және басқа да блоктар бар. Тест жасауға арналған әртүрлі reply, бірақ енді ең танымал әрине осы Flutter блок. Одан кейін Drift деген библиотека. Бұл Flutterге арналған локалды база данных және SQL арқылы жұмыс жасайды. Бұл SQLite'тан айырмашылығы бұл ортада тұрған бір обертка, просто мынау арқылы қолданған әлдеқайда ыңғайлы. Мысалға біз осындай таблица жасаймыз одан кейін build runner арқылы кодты генерировать етуге болады. Кейін бұлай осындай select запростар немесе әртүрлі басқа да batch әртүрлі запростарды жолдау, қолдану әлдеқайда ыңғайлы. Миграция бар ішінде, бәрі сондай ыңғайлы стильге мына жерде. Жылдам өте SQL болғаннан кейін енді және кросс-платформалы SQL болғаннан кейін қолдануда ыңғайлы. Feature rich немесе функцияға бай. Қолданып көруге болады. Соңғы обновление көріп тұрғанымызда 2 сағат бұрын болған. Бұлар активный түрде жетілдіріп жатыр бұны. Келесі библиотека Font Awesome Flutter деп аталады. Font Awesome деген сондай бір сервис бар, немесе қызмет. Бұл жерде әртүрлі күшті сонда иконкалар бар. Соның Flutterге арналған версиясы. Мен барлық жерде осы иконканы ғана қолданамын, себебі бұл әлдеқайда әдемі, современный көрінеді. Осыны жүктеп аласыз да, әрі қарай бұлай қолдана беруге болады. Font Awesome'ның өзінің сайтына әртүрлі иконкалардың атын жазып іздесеңіз болады, тегін қолдануға болады. Платный версиясы да бар.